Күн мен түн теңеліп, қазақ жеріне әз наурыз келді. Наурыз ырыс, береке, ынтымақ, татулық мерекесі. Әрбір қазақстандық азамат жаңа жылдан үлкен үміт, қуаныш күтеді. Олар бір-бірмен қауышып, ақ тілектерін айтып, ақ мол болсын дейді. Еліміз аман болсын дейді. Көктемнің нұрына бөленген бұл мейрам Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде жастар ісі жөніндегі комитеттің ұйымдастыруымен тойланды. Наурыз мерекесі әр жүрекке қуаныш, шаттық келді. Армысыздар, құрметті ұстаздар, студенттер және ұлыстың ұлы күнін ұлықтап келген бүгінгі жиналған көпшілік қауым. Ұлыстың ұлы күні, әз наурыз мерекесі құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні, әз наурыз мерекесімен құттықтау үшін сөз университет ректоры, профессор Балықбаев Такир Оспанұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, құрметті студенттер, құрметті қонақтар, барлықтарыңызды бүгін келіп жатқан наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз бұл жаңарудың, наурыз жақсылықтың мерекесі. Сондықтан мынау келіп жатқан жаңа жылда әркім әр уақытта өзінің үмітін, өзінің осы келген жылға деген тілегін ойлап келеді. Сол себепті бүгінгі келіп жатқан жаңа жыл барлықтарыңызға құтты болсын және жақсылық алып берсін. Біздің Қазақстанның жоғарғы білімінің қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұжымы бұл биылғы наурызды ерекше қарсы алып отырмыз деп айтуымызға болады. Өйткені біз осы өткен жылдың ішінде көптеген істер атқарсақ, жаңа жылға үлкен міндеттер қойылып жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, биыл елбасының жарлығымен Қазақстанда 2019 жыл жастар жылы болып жарияланған. Сол себепті жастарға байланысты біз көптеген іс-шараларды бастап та қойдық, әлі де жоспарлап жасап жатырмыз. Қазақстан елі, өздеріңіз білесіздер, осы наурызға жаңа үрдіспен, үлкен жаңалықпен келіп жатыр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстанның тұңғыш президенті, өзінің конституциялық құқығымен, өзінің бүгінгі Қазақстанның Республикасының президенті өкілетін беріп, кеше ғана біз Қазақстан Республикасының жаңа президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың президенттік ант берген және жаңа осындай еліміздегі жаңа үрдістің басталғанын көріп жатырмыз. Бұл да біздің Қазақстанның біріншіден тұңғыш президентінің елге сіңірген еңбегін біз қалай мадақтасақ та болады, соның бір үлкен тағы да бір белгісі елбасының осындай кемеңгерлігінің белгісі деп айтуға болады. Біз жаңа жылға жаңа президентпен келіп жатырмыз және бұл жылға үлкен үміттер артып жатырмыз. Әрине біздің дамуымыздың жаңа белесінде біздің университетте, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті өз үлесін қосады. Біз әр уақытта осы еліміздің білімінің, ғылымының дамуына және осы ертең өзіміздің еліміздің болашағына жастарды тәрбиелеуге және сол жас мамандарды дайындауға үлкен үлесімізді қосамыз. Сол себепті бүгінгі басталып жатқан наурыз мерекесі құтты болсын, барлықтарыңыздың үйлеріңізге жақсылық болсын, ақ мол болсын, ұлыс оң болсын. Әр уақытта осы келген жыл біздің елімізге, жерімізге, халқымызға, біздің университетімізге, әр қайсыларыңыздың бастарыңызға тек қана жақсылық алып келсін. Құтты болсын наурыз. Іс-шарада университет студенттері ән айтып, мың бұрала би билеп, ұлттық аспаптарда ойнап, кештің сәнін келтірді. Наурыз мейрамына арналған кеште университеттің шетелдік азаматтарға арналған жоғарғы оқу орнына дейінгі дайындық факультетінің француз студенттері де бой көрсетіп, жиналған қауымды құттықтап жатты. Сонымен қатар, қазақтың ұлттық ойындары ойнатылып, дастархан жайылып, наурыз көже ұсынылып, келген қонақтарға ыстық ілтипат көрсетілді.